кішкентайым жүрегім, Алладан бақытыңды тіледім. Сен шын бақсың, ең қымбатсың, сен деп өмір сүремін. Сәлем, менің болашақ отбасым. Мен әкешім мен анашымның махаббаттарынан жаралған кішкентай бақытпын. Кішкентай болсам да, үлкен жаңа отбасыма үлкен қуаныш сыйлайтыныма сенімдімін. Анамның құшағында жатқан 19 аптада мен анамның көңілінің нәзік, жүрегі жұмсақ екенін білдім. Ал әкешім мені еркелеткенде жүрегінің жұмсақтығын сездім. Айтпақшы, әкешім менімен сөйлескісі келіп, мені көргісі келіп, асығып жүрген сезіп қойдым. Әкешім мені болашағым үшін, бақытым үшін бәрін жасайтынына сендім. Мен сіздерді жақсы көремін. Сәлем, менің сүйікті ата-әжем. Сіздердің де мені асыға күтіп жүргендеріңізді білемін. Әже, анашыма мейіріміңізді бөлеп, көңілін аулап жүргеніңізге үлкен рахмет. Мен дүниеге келгенде атам үшеуміз көп серуендейтін боламыз. Мен осында үлкен отбасыда өмірге келетініме бақыттымын. Себебі барлығы мені асыға күтеді. Нағашы ата-әжеме де сәлем жолдаймын. Ол кісілер де менің аман сау келгенімді күтіп жүрген сеземін. Мен ата-әжелерімнің тәп-тәтті немересі боламын. Сіздердің де барлығыңыз жиналып менің кім екенімді білгілеріңіз келіп күтіп отырсыздар ма? Маған бірінші менің дүниеге есігін ашқанда барлығыңыз той қылып күтіп алуға уәде беріңіздер. Уәде ме? Жарайды, сендім. Мен Халифа мен Гүлғайымның